Сәлем баршаңызға қыздар. Бүгін мен өте дәмді қытырлақ вафли рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін керек заттарымыз 4 жұмыртқа, сары май, шекер, ұн. Кішкентай болса жұмыртқаларыңыз 5 жұмыртқа аламыз. Жұмыртқаларымызды блендермен шайқап, кішкентайдан шекерімізді салып отырып араластырамыз. Енді осыған бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Ұнымызды ситадан өткізіп, сұйық массамызға саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осындай крем тәріздес болу қажет. Енді қызып тұрған вафельницамызға бір ас қасықтан салып отырсаңыз болады. Мен 3 әдіспен түйдім. Ол екеуі вафельницаның насадкілермен және біреуі міне осылай стаканға қою әдісімен жасадым. Міне біздің вафлилеріміз дайын болды. Осы рецептімен жасалған вафлилер өте қытырлақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.